анашым, мен қойып келген. Еш алаңдама, сабақтан шығып келемін. Аналарда әкелер сияқты уайымдайды мекен. Білмеймін. Бірақ өткенде әлегім, мектепке бармасам анам уайымдайды деген есімде. Сондықтан сұрап жатқаным ғой. Өткен апта мұғалім, оң қолымда қалам, сол қолымда қаламсап деп, қайта-қайта айтқызып, оң мен солымды ажыратуды үйреткенді. Енді түсіндім анашым. Оң жақ пен сол жақтың не екенін енді түсіндім анашым. Сыздаған жағымның қай жақ екенін енді түсіндім анашым. Саған келгенімде, мына жағым сыздап ауырады, мына жағым деген есіңде ме? Сыздаған жағымды түсіндіре алмағаным есіңде ме анашым? Енді білемін, міне, сол жағым сыздап ауырады, күн сайын сыздап мазалайды анашым. Айшаның шашын анасы өріп беріпті кеше. Анасымен мектепке қол ұстасып келіпті. Үстіндегі жейдесі де тоқымадан екен. Қоңырау соққанда бетінен сүйіп, қызым, сабағыңа бара ғой деді. Мен ешкімнен жасырмай өксіп жыладым. Мұғалім не болды деп сұрағанда, жай сүрініп, тізем ауырды дей салдым. Өтірік айттым анашым. Сыздаған тізем емес, сол жағым болатын. Сол жағым болатын анашым. Менің де шашымды біреу өрсе екен дедім. Әкем өрді. Әрине, бірақ Айшаныкіндей болмады. Үстімде тоқыма жейдем болса екен дедім. Әкем, қызым, тоқи алмаймын ғой деді. Тым болмаса мектепке дейін бірге барайықшы дедім. Әкем, қызым, жұмысым бар ғой деді. Көздерім жасаурап, жұмысыңа бармай ендеше дегенімде, әкем, нанымыз ғой деді. Үндеместен кетіп қалдым. Бірақ мектепке дейін жылап бардым анашым. Сол жағым қайта-қайта сыздап ауыра берді анашым. Барлығының шұлықтары аппақ. Менікі болса бозғыл. Гүлсім, анам ақ түстерге түрлі түстерді қоспай жуады деген. Әкем барлығын қосып жуады. Кір жуу білмегеніме сонда. Әкем таңғасыма нанғамай жағып береді. Ренжімесін деп айтпаймын. Бірақ сыныптағылар күнде бәліш, тоқаш, тәтті нан әкеледі. Әкем тәтті нан пісіре алмайтынын білемін ғой анашым. Күн қарайды. Мен кетейін енді. Сабақтан шығып саған келгенімді білмейді әкем. Біліп қойса ұрыспайды. Тек көңілінің босайтынын білемін ғой. Топырағыңды кім шашқан? Гүлдеріңді кім жұлып тастаған? Рұқсат берме анашым. Ешкім қол тигізбесін топырағыңа. Әйтпесе соны ойлап тағы да жылаймын ғой ана. Қарашы, топырағыңнан бір уыс алайын деп бет орамал ала келдім. Күн сайын келгенімде бір уыстан алып бір құтыға жинаймын топырағыңды. Үстіне суретіңді жапсырып төсегімнің басына қойдым. Оны күнде таңертең құмарлана иіскеп сүйемін. Ешкімге айтпа, бірақ кейде суретіммен де сөйлесемін. Енді қайтем, сені қатты сағындым. Ертең апай, ана туралы шығарма жазып келіңдер деді. Әкеме жазылсам, біліп қойса, апай біліп қойса қатты ұрысатын шығар. Ұрысты, ұрысын. Мен сені көрмесем, неден жазып түсіндіремін анашым. Сенің атыңды естіген сайын, сол жағым сыздап ауыратынын, мұңға батып кейде шыдай алмайтынымды қағаз бетіне қалайша түсіремін анашым. Кетуім керек ана. Топырағыңды сүйдім. Түсіме кіріп сен де мені сүй. Бірақ міндетті түрде түсіме кір. Түсіме кірмесең сол жағым сыздап оянамын. Сол жағым сыздап ауырады анашым. Міне мына жақ, сол жағым сыздап ауырады. Сірә сені өте қатты сағынғанымнан болар.